ұйықтап жатқанда аяғыңыз не себепті тартылады? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасында каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Аяқ-қол тартылу жиі кездесетін жайт. Әсіресе түнде ұйқыда жатып, аяқ тартылып қалатын кез көп болады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Соны қарастырып көрейік. Аяқ тартылғанда ауырсыну қатты болады. Ұйқыда жатып оянып кететініміз де содан. Орташа есеппен аяқ 5 секундтай тартылады екен. Жас баланың да, тепсе темір үзетін соқталдай жігіттің де аяғы тартылады. Әсіресе егде адамдардың аяғы жиі тартылады. Аяқ тартылудың себебі суық тиюден деп жатады. Бұл да бір себеп. Алайда негізгі себептерінің бірі аяқтың бұлшық етіне оттегі жетпеу. Содан адам ағзасында рефлекс іске қосылып, спазм пайда болады. Ал бұлшық етке оттегі жетуі үшін ұйқыға жатқан баланың бөлменің іші қапырық, тыныш болмауы мүмкін. Табанға немесе тобыққа, тізеге ауыр күш түссе де аяқ тартылуы мүмкін. Бұл әсіресе спортшыларға таныс симптом. Алда-жалда аяқ тартылса, ауырсынуын басу үшін табанға немесе тобыққа массаж жасап жіберу керек. Қан айналымы жақсарады. Тырыспай кеткен соң аяққа жылы нәрсе басыңыз, немесе таңып тастауға болады. Ауырсынуды басудың тағы бір амалы, аяқ тартылған кезде башпайды ұстап өзіңізге қарай тартыңыз. Сонда сіңірдің орны қалпына келеді. Айта кетерлігі, ауырсынуды басуға арналған дәрілерді ішудің қажеті жоқ. Ал не себепті сіңір тартылады, осы жөнінде білесіздер ме? Сіңір тартылуы және бұлшық ет діріліне қарсы үйде не істеуге болатынын көбіміз біле бермейміз. Барлығы өмірінде бірнеше рет бұлшық ет діріліне тап болған. Сіңір тартылуы әдетте қол, аяқ және арқада пайда болады. Сіңір тартылудың себептері қатты қиналу, жарақаттану және ұзақ уақыт қимылдамай бір қалыпта отыру. Үйде жасауға болатын кейбір емдік тәсілдер: жеңіл массаж, сіңір тартылған жерді ақырын уқалау, ыстық монша немесе жылы ваннаға түсу. Сіңір тартылған жерді ыстық суға біраз уақыт ұстап тұрылады. Балдырдағы сіңір тартылғанда аяқ саусақтары жоғары қарайтын күйде аяқ басқа қарай тартылады және осы қалыпта 30 секундтай уақыт тұрады. Сіңір тартылған жер мұзбен 5 минут уқаланады. Сол кезде қызарса, қан жасушаларының бұлшық еттерді жылытқанын білдіреді. Ыстық суды бір қапшыққа құйып, сол қапшықпен де бұлшық етті босатуға болады. Сіңір тартылу жиі кездескені дененің кейбір минералдар тұрғысынан жеткіліксіз азықтанғанын білдіреді. Кальций үшін майсыз сүт және айран, ал калий үшін картоп, банан сияқты жемістер желінеді. Денеге жеткіліксіз мөлшерде су кірмегендіктен сіңір тартылуына себеп болады. Сол себепті жүйелі түрде су ішіледі. Бал түнде болатын аяқтағы сіңір тартылуларының алдын алуы мүмкін. Алмадан жасалған сірке суы калий элементіне қанық келеді. Сіңір созылғанда көрсетілетін алғашқы көмек. Сіңір созылуы буын сіңірінің жарақаттанып зақымдануы. Көбіне жіліншік тобығының сіңірі жиі созылады. Сіңір созылуының белгісі зақымданған жер қатты ауырады. Көбіне ертесі ісіп ауырады, ісіп кетеді. Сондай-ақ сіңір созылған жерге қан ұйыды. Сіңір созылған жерге салмақ түсіруге болмайды. Тобықтың немесе тізенің сіңірі созылса, сырқаттың сіңірі созылған аяғын жоғары көтеріп жатқызу керек. Сіңір созылған жерге алғашқыда мұз басады. Оған грелка қоюға, жылы компресс жасауға болмайды. Өйткені жылу қан құйылуын ұлғайтып, ауруды күшейтеді, асқындыруы мүмкін. Қан құйылуын азайтып, ауырғанын басу үшін
Зақымданған буынды қан айналымы бұзылмайтындай етіп орап тастайды. Сіңір созылғаннан күннен бастап 3 тәулік өткеннен кейін аяққа күніне 1-2 рет жылы ванна және массаж жасауға болады. Ваннадан кейін буынды қайта таңып тастау керек. Сіңір бір созылғаннан кейін оның 2-ші рет қайталануы мүмкін. Осыны естен шығармау керек. Сіңір созылуын сүйектің жарықшақтанғаны немесе сынғанынан ажырату өте қиын болғандықтан дереу дәрігерге көріну қажет.